Сәлем баршаларыңызға, менің жаңа видеома қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең ыстық естеліктердің бірімен бөлісіп, үйдің нанын жабатын боламын. Қамырды илеу кезінде әрбір қимыл анамды еске түсіреді. Бала кезімде анам таң салқынмен ерте тұрып тандырға нан жабатын. Тандырдан шыққан ыстық нанның иісі бүкіл ауламызды басып кететін. Ініміз екеуміз әлі ұйқымыз ашылмай жүгіріп барып ыстық нанды күтіп тұратынымыз. Тандырдан шыққан нанға анам май жағып беретін, соны күштілеп тұрып жеп алатынымыз. Сол сәт шын бақыт еді. Міне, дәл сол сәт бүгін өз үйімде қайта сезініп отырмын. Нанды пешке салып жатқанда жүрегіме анамның мейірімі, махаббаты, балалық шаққа қайта оралғандай боламын. Жаңа піскен нанның иісі тек иіс емес, ол естеліктің, отбасының, ананың махаббатының иісі. Солай емес па, достар? Міне достар, дастарханға дайын ыстық нан. Анамның тандырынан шыққандай әсер қалдырды. Нан тек ас емес, ол береке, ол бала күннің дәмі. Сіздер де өз балаларыңызға осындай естеліктер сыйлаңыздар. Көргендеріңізге рахмет. Ал сіздердің бала күндеріңізде қандай естеліктер есіңізге сақталып қалды? Төменге жазыңыздар, бірге еске алайық.